people. Today we work exercises on page 76 and 77. Сәлем балалар, біз бүгін smiles3 кітабының 76 және 77 беттегі тапсырмаларды бірге орындаймыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. 31-ші тапсырма. Listen and read. Do you know any other puppet shows? Tell the class. Тыңдап оқы дейді, және де басқа қуыршақ шоулары туралы білетін болса, классқа айтып бер дейді. Бірінші мәтінді оқып, аударып аламыз. Punch and Judy puppet shows are very popular with children. Punch және Judy қуыршақ театры балалар арасында танымал дейді. The stories are very funny and they usually have the same characters, including Punch, his wife Judy, their baby, a policeman and crocodile. Олардың әңгімелері өте күлкілі, және олар әдетте бірдей кейіпкерлерге ие дейді. Оның ішінде Punch, оның әйелі Judy, оның балалары, полиция және крокодил. Punch and Judy always asked children watching the show some questions, and the children have a lot of fun answering back loudly. Punch пен Judy балаларға шоудағы көріністерден біраз сұрақтар қояды дейді. Және де балалар көп қызықты жауаптарын қатты дауыспен қайтарады дейді. Next, келесі мәтініміз. The State Puppet Theater in Almaty is one of the oldest puppet theaters in Kazakhstan. Алматыдағы мемлекеттік қуыршақ театры Қазақстандағы ең көне қуыршақ театры болып есептеледі дейді. Every year there are about 300 performances. Әр жылы ол жерде 300-ге жақын көріністер қойылады дейді. Some of the most popular stories are big adventures of a small young frog. Ең танымал әңгімелердің бірі кішкентай бақаның шытырман оқиғалары. You can watch the shows every Saturday and Sunday, and it's a great way for families to have fun together. Сіз бұл көріністі сенбі және жексенбі күндері көре аласыздар дейді. Және де бұл отбасымен бірге көңіл көтерудің бір тәсілі дейді. 32-ші тапсырма, бұл жерде craft work. Make some puppets. Your teacher will help you have a shadow puppet show. Қуыршақтар жаса дейді, және олармен осы сияқты көлеңкелі қуыршақ шоуын көрінісін көрсет. Мұғалімің саған көмектеседі дейді. Оны класста жасауымыз қажет. Бұл жерде жаңа сөздер: theater, театр, puppets, қуыршақтар, light, жарық. Next, келесі 77-ші бетте бірінші тапсырма. Checkpoint 5. Бұл жерде 5-ші модульде өтілген тақырыптарды қайталау үшін берілген тапсырмалар. Оларды бірге орындаймыз. Бірінші тапсырма. Look and say. Суретке қарап айт дейді. 0-ші Rabbi likes playing volleyball. Rabbi волейбол ойнағанды жақсы көреді дейді. Бірінші. Anna likes playing baseball. Анна бейсбол ойнағанды жақсы көреді. Екінші. Penny likes playing badminton. Penny бадминтон ойнағанды жақсы көреді. Үшінші. Jamie likes playing table tennis. Jamie үстел теннисін ойнағанды жақсы көреді. Төртінші. Oscar likes playing ice hockey. Оскар хоккей ойнағанды жақсы көреді. Next, екінші тапсырма. Write the times. Сағаттарды жазып шық дейді. 0-ші тұрған. It's 4:15.
4-тен 15 кетті дейді. Бірінші, it's 5:30. 5-тен 30 минут кетті, яғни 5:30 болды. Екінші, it's 1:15. 1-ден 15 кетті. Next. Үшінші тапсырма, read and answer. Оқып, сұраққа жауап бер дейді. Бірінші сұрақ, is green a cool color? Жасыл түс суық түс пе деп сұрап тұр. Yes, green is cool color. Екінші сұрақ, what do you like doing in your free time? Сен бос уақытыңда немен айналысқанды жақсы көресің дейді. Мысалы, I like playing table tennis. Мен үстел теннисін ойнағанды жақсы көремін. Үшінші, what time do you get up on Mondays? Дүйсенбі күндері сағат нешеде оянасың дейді. Оның жауабы, I get up at 7:30 on Mondays. Мен дүйсенбі күндері сағат 7:30-да оянамын. Төртінші сұрақ, which musical instrument do you have to plug when you play it? Қай музыкальный инструментте ойнаған кезде оны шерту қажет дейді. When I play the guitar, I have to plug it. Мен гитарада ойнаған кезде оны шертемін дейді. Next, төртінші, make sentences. Сөйлемдерді дұрыстап жаз дейді. Бұл жерде сөздер шатастырылып берілген, біз орнына қойып жазып шығамыз. Бірінші, I always go shopping with my mom. Мен әрқашан дүкен аралауға анаммен бірге барамын дейді. Екінші, I never go to bed late. Мен ешқашан кеш ұйықтамаймын дейді. Үшінші, they sometimes read a book. Олар кейде кітап оқиды дейді. Төртінші, he sometimes goes to the gym. Ол кейде жаттығу залына барады дейді. Бесінші, do you always watch TV at night? Сен әрқашан түнде теледидар көресің ба дейді. Next, complete. Бұл жерде сөздерді мәтіннің ішіне қойып жазып шығамыз. Hi, I am Dania and this is my day. Сәлем, мен Дания және менің күнім. I get up at 7:15 every morning and have breakfast. Мен әр күні сағат 7-ден 15 кеткенде оянып, таңғы асымды ішемін дейді. Then I go to school. Сосын мектепке барамын. I usually walk to school. Мен әдетте мектепке жаяу барамын дейді. In the afternoon, I always do my homework. Түскі уақытта мен әрқашан үй тапсырмаларымды орындаймын. Then at 6:30, I go to the park with my friends. Кейін сағат 6:30-да мен достарыммен паркке барамын дейді. At 7:30, I have dinner with my family. Сағат 7:30-да мен отбасыммен кешкі асымды ішемін дейді. Then I sometimes watch TV or play computer games. Кейін мен кейде теледидар көремін немесе компьютер ойындарын ойнаймын дейді. I go to bed at 9:45. Мен сағат 10-ға 15 минут қалғанда ұйықтаймын дейді. Осымен балалар, бүгінгі біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Goodbye.